Барлықтарыңа ассалаумағалейкум, сендер мен Звер. Бүгін бізде Free Fire'ды түнгі 3-те өшірсе не болады деген видео. Ал видео басталмай жатып, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Ал біз видеоға кеттік. Иә, қазір уақыт сендер көріп тұрғанда 2:57. Сағат ровно түнгі 3 болғанға дейін. Мен сендерге неге Free Fire'ды түнгі 3-те өшірсе бір нәрсе болады деп ойлағанымды айтайын. Мен оны ағылшын ютуберінен көрдім. Оның телефоны Free Fire'ды түнгі 3-те өшіргенде телефоны қатып, істемей өшқап жарылуға дейін барды ғой. Енді бұл шындық пе екен, әлде өтірік пе екен, соны тексеріп көрейін деп жатырмын. Егер сен осы видеоны көріп отырсаң, демек бүгін бір нәрсе болды. Енді сағат түнгі ровно 3 болғанын күту ғана қалды. Иә, сағат ровно түнгі 3 болды. Енді мен Free Fire'ды өшірем. Free Fire удалить. Бір кезде менің телефоным осындай әппақ болып өшіп қалды. Мен телефонымды қоса алмай жарты сағат оттым. Ал телефонымды қосқанда сағат әлі ровно түнгі 3 екен. Мен телефонымды қинамай қайтадан Free Fire'ды көшірмекші болдым. Бірақ Play Market'те Free Fire деп жазғанда түк те шықпады. Менің интернетім дұрыс істемей тұр деді. Содан соң мен Google'дан көшірмекші болдым. Google'дан Free Fire скачать деп жазғанда ашты. Бірақ ол көшіретін сайттарға мүлдем кірмеді. Мен бүкіл Free Fire'ды көшіретін сайттарды басып көрдім, бірақ ешқайсысы кірмеді. Бір кезде An1 деген сайт ашты. Ашылғанына қуанып кетіп қарасам, мынау Free Fire'дың авасына мүлдем ұқсамайды. Бірақ басқа сайттар ашпаған соң мен осы сайттан көшірем деп шешім қабылдадым. Мен ойынды көшірген кезде бір қорқынышты Free Fire және де описание игры деген тұр екен. Описание игры дегенді ашқанда осындай сөздер тұр екен. Жаңа жылмен бұл кәдімгі Free Fire'дан ерекшеленеді. Егер тірі қалмасаң, біздің бұған қатысымыз жоқ. Ойында 24 сағаттан көп ойнасаңыз, сыйлығымыз бар. Сөйтіп мен Free Fire'ға кіріп бастадым. Ойынға кіргенде мен ештеңе байқамадым. Кәдімгі Free Fire'ға кіргендей кірдім. Ойынға кіргенде персонажымды айналдырып эмоция жасадым, түк өзгеріс байқамадым. Мүмкін біреу қалжыңдап қоя салған шығар, болды, түк емес қой мынау деп оттым. Бір кезде экраным розовый бір нәрсеге айналып кетті. Мен шок болдым. Персонажымның бәрін айналдырып көріп, бәрі істеп тұр екен. Профиліме кіріп қарасам, менің атым Фредди Ед болып кетіпті. Бір кезде менің экраным орнына келді. Мен қуанып кеттім. Сосын өзімнің описаниемді қарасам, сен бүгін өлесің, Звер енді жоқ деп жазылып тұр екен. Мен бұл біреудің қалжыңы шығар деп лоббиға кіріп эмоция жасап тұрсам, бір кезде битва отряд басталып кетті. Бұл бірге бір болды. Қарсыластың аты Аяз ата. Мынау шынымен де Аяз ата ма деп те ойладым, бірақ мынау миға ұйқымсыз нәрсе ғой. Маған қызық болып кетті. Содан соң мен сол Аяз атаны іздеуге кеттім. Бір кезде ол менің алдымнан атып шықты. Менің экраныма бір нәрсе болып, екеуміз бір-бірімізге қарап тұрдық. Ол бір түрлі эмоция жасады. Содан соң қолына дигл алып мені айнала бастады. Бір кезде менің экраным қайтадан розовый нәрсеге айналып кетті. Ол мені ата бастағанда мен телефоным өшіп қалды. Телефонымды қайтадан қосқанда мен Аяз атамен бір лоббида тұр екем. Сосын қайтадан битва отряд басталып кетті. Мен қорыққаннан Аяз атаны өлтіре салдым. Сосын Аяз ата мені қайтадан лобби шақырып, сен мені өлтіргенің үлкен қателік болды деп маған күлетін эмоция көрсетіп тұр екен. Бір кезде Аяз ата мені өлтіргені үшін саған сыйлығым бар деп жазды. Мен қандай сыйлық деп сұрадым. Ол маған сенің өлімін деп жазды. Мен қорыққаннан мен соншама не істеп қойдым деп сұрадым. Ол маған сен біздің ойынымызды көшірдің, бұл сенің үлкен қателігің болды, енді телефоныммен қоштаса бер деп жазды. Бір кезде менің телефоным заблокированный деп шықты. Мен жарайды, түк етпес, ертең жөндеуге апара салам деп ұйықтауға жатқаным сол еді. Бір кезде сынған терезенің дыбысы шықты. Мен тез сол жерге бардым, бірақ ол жерде ешкімді байқамадым. Сосын бір кезде менің бөлмемнің есігі ашылған дыбыс естілді. Мен бөлмемнің есігіне қарап қалғаным сол еді. Бір кезде, егер видеоның жалғасы шыққанын қаласаңдар, осы видеоға жақсы актив көрсетіңдер.